қолыңды тарт. Екінші рет мен ұрған. Сіз әбден басынып кетіпсіз, мамам жоқта. Еще ағамның бар ақшасын құртып. Өзім білемін. Бастай беріңдер. Өзім білемін. Бастамайды. Ақша тапқан мен. Ақша төлейтін мен. Сіз әбден құтырыпсыз, мамаға айтамын мен сізді қазір келсін. Жинай беріңдер, қыздар. Не болып жатыр мына жерде? Не шу? Мама, мына келініңіз сіз жоқта білесіз ба, клининг шақырып ақшаның бәрін құртып тұр ағамның. Қандай клининг? Мам күнделікті үйге шақырып жүрген Даймонд клининг ше? Постоянно шақырады бұл келіңіз ақшаның барлығын. Сен қыз, сыйыңмен келді бұл үйге, сыйыңмен кет. Мама, қойыңшы, мен сіздің туған қызыңызбын ба? Постоянно келініңіздің жағын жақтап отырасыз. Мен сіздерді ойлағаннан айтып жатырмын ғой сол жеңгеме. Менің енем білесіз ба? 4 баламен клининг түгіл еш нәрсе шақырып бермейді. Клининг шақырғанын білсе шашынан сүйреп шығаратын еді. Сізге рахмет қайта. Ол сенің енең, бұл менің келінім. Менің келініме не істейтінді өзім білетін шығармын. Сен араласпайтын шығарсың. Келесіңдер де бір былықты шығарасыңдар да кетесіңдер. Не бопты клининг шақырса? Постоянно шақырамыз. Өзінің ақшасына шақырса да, сенің нең кетті. Күйеуінің ақшасына шақырса да, құлмет келін деген саған. Менің жылы төсегіме сап беріп, тыныстық тамағымды беріп отқан осы емес па? Сендер тыныш келіп, тыныш кетсеңдер болды емес па? Не әдет осы? Келдің ба? Тыныш кет. Кешіріңізші, мен ашуланып кеттім, просто маған мұндай отношение болмағанда. Кешіріңізші мен. Ерке қыз, қателігіңді түсінсем болды. Жыл 12 ай пахат ете бермей, сен де мына Даймонд сервис клининговый компанияны шақырсайшы. Көріп тұрсың ғой, қалай үйдің барлығын тап-тұйнақта жинап кеткенін. Бірақ шынымен шынымен күшті жинайды екен ше. Мен де осылай шақырып тұрсам болады екен, хотя бы жылына бір рет ше. Өзім шақырмаған соң сіздің шақырғаныңызды білмеймін, көре алмай кеттім ба, кешіріңізші мен.